Енем атамды менен қызғанып, отбасымызды ойран етті. Медициналық училищені бітіріп, бір аудандық ауруханаға жолдамамен жұмысқа бардым. Ол кезде солай жолдамамен жіберетін. Мені терапия бөліміне жіберді. Бөлім меңгерушісі Асқар деген кісі екен. Өте жылы қабылдады. Бөлмесіне алғаш кіргенде, айналайын қызым келе ғой деп, өз әкем сияқты болып кетті. Себебі менің де әкем мені үнемі айналайын менің қызым деп еркелететін. Бөлім меңгерушісі аға медбикені шақырып алып, мына қызды бөлімнің жұмысымен таныстыр, бәрін түсіндір, білмегенін үйрет деп тапсырды. Аға медбике де өте жақсы апа екен. Мен сөз арасында бөлім меңгерушісі жақсы кісі екен деп естідім. Қасима апай да менің сөзімді қоштады. Сөйтіп, студент қызметкерге айналдым. Бөлімдегі қызметкерлердің бәрі де жақсы кісілер екен. Бәрін әдейі іріктеп алған секілді. Бір-біріне көмектесіп, күліп ойнап жүреді. Сондықтан ба, маған жұмыс өте жеңіл көрінді және де ұнады. Солай жүріп, 6 айдың қалай өтіп кеткенінде сезбеде қалыппын. Жаңа жыл қарсаңында бір жігіт Асқар ағайды іздеп келді. Бірден көзге түсетін көрікті жігіт екен. Шамасы менен 3-4 жасқа үлкен сияқты. Ол да маған ерекше қараған сияқты болды. Кейін білдім, ол Асқар ағаның жалғыз ұлы Марат екен. Биыл ғана институт бітіріп келген. Бөлімдегі қызметкерлердің айтуынша, ол әкесін іздеген болып, ауруханаға жаңадан жұмысқа келген қыздарды көру үшін келетін көрінеді. Арадан бір апта өткенде Марат тағы да келді. Асқар ағай жоқ болған соң күтіп отырды. Сәлден соң сөз қозғап, екеуміз таныстық. Ананы мынаны айтып отырғанда Асқар аға да келді. Әкесіне жолығып шыққан соң Марат менің қасыма қайта келді. Расын айтам, өзім де оны күткен сияқты болдым. Ол маған жақынырақ танысайық. Ертең досымның туған күні, соған бірге барайық деп ұсыныс жасады. Іштей қуанып қалғанымен, шақырмаған жерге барғаным ыңғайсыз болар, басқа бір сәті түсерде деп өзімнен қашыртқандай болдым. Ол да одан әрі кеш жайлы ештеңе демей қоштасып шығып кетті. Кешке жұмыстан қайтар уақытта Марат ертең туған күн болатын досымен келіп тұр. Әдейі мені туған күнге шақыртып келіпті. Мен ыңғайсыз ғой дегендей кейіп танытып едім. Жігіттер қиылып болмады. Ертеңінде туған күн кешіне бардық. Марат менің қасымнан шықпады. Ешкімді маған жақындатпай жүргенін байқадым. Оған қуанып та қалдым. Өйткені мен де оны ұнатып қалған едім. Сол кештен кейін Марат ауруханаға жиі келетін болды. Әрине, әкесіне емес, маған келеді. Бірақ сұрағандарға папама келдім дейді. Солай 2 ай сырғып өтті. Маратпен күнде кездесіп тұрамыз. Ол кейде мені жұмыстан күтіп алады. Үлгермеген күндері кешке үйге келеді. Солай арамызда махаббат басталды. Бірге жұмыс істейтін қыздар, екеуің бір-бірлеріңе жарасып тұрсыңдар. Аттарың да бір-біріңе үйлесіп тұр. Марат, Майра деп қызыға қарайтын. Соңғы кездері Мараттың анасы бізге келгіштеп болып кетті. Сөйтсем, ол кісі мені көруге келіп жүр екен. Бірге қызмет ететін қыздардан Майра деген қыз қай қыз деп сұрапты. 2 айдың мөлшерінде 4-5 рет келді. Оған дейін келуін тоқтатты. Бір күні Марат анасының ауруханаға мені көру үшін арнайы барғанын айтты. Айтуынша, ол кісі мені сырттай ұнатыпты. Сонымен не керек, жазда Марат мені алып қашты. Әрине өз келісіміммен. Алғашқы кезде өте тату отырдық. Бірақ арадан 5-6 ай өткенде енем мінез көрсете бастады. Отырсам опақ, тұрсам сопақ болдым. Істеген ісімнің бірде-бірі ол кісінің көңілінен шықпай-ақ қойды. Қанша тырыссам да ол кісі жылы қабақ танытпады. Алғашында неге аяқ астынан ондай болғанын түсінбей жүрдім. Кейіннен Қасим апай ауылда мен туралы өсек шыққанын айтты.
Қандай өсек деп едім, ол кісі біраз қиылып тұрды да, сен Асқар ағамен жүреді деген өсек тарапты дегенде есімнен танып қала жаздадым. Құдай-ау, келінім мен қайнатасын қалай қосады, ондайды айтуға қалай ауыздары барады. Жылап еңіреп отырғанымда қайнатам қасыма келіп, не болды деп сұрады. Айналайын қызым-ау, бір жерің ауырып қалды ма, бір жағдай болды ма деп бәйек болып жатты. Ол кісіге ондай өсек шығыпты деп қалай айтам? Алла алдында аншем, бөтен қылық жасаған емеспін. Тіпті бөтен ойда басыма кіріп шыққан емес. Өйткені мен Маратты ессіз сүйдім. Оны қатты жақсы көрдім, сыйладым. Оның да маған деген көңілі солай болатын. Бірақ ондай өсектің шығуына өзім де себепкер болдым бекен деп ойлаймын. Өйткені ойымда еш арамдық болмаған соң күнде жұмысқа атаммен бірге баратын едім. Оған қоса бір күні түнгі кезекшілікте тұруым керек болды. Сол күні атам да түнгі кезекшілікке өзі сұранып барған екен. Оны кейін білдім. Ол кісі мені сырттай бақылап жүру болған. Ол кісінің де жүрегіне ақ екеніне еш шүбәм жоқ. Ол кісі тек мені ғана емес, қол астында істейтін барлық қыздарды айналайын қызым дейтін. Біреуінің атын атаған емес. Пейілі кең, жүрегі таза адам. Сондай адамға қалай күйе жағады? Осындай өсек айтып жүрген қандай қара ниетті адам екен деп таң қалатынмын. Бір күні енеме бұл қара ниетті адамдардың ойдан шығарғаны, көре алмай қызғанатындардың ісі, оның бәрі өсек екенін айттым. Сол кездегі енемнің түрінен шошып кеттім. Түрі түтігіп, сұсты үнмен, сенің күнде атаңның көлігіне отырып, жұмысқа бірге барып, бірге қайтатындарың өтірік пе? Жоқ әлде екеуің келісіп, түнгі кезекшілікке бірге барғандарың өтірік пе деп өзіме шүйлікті. Апа, ол не дегеніңіз деуге шамам келмеді. Қаншық үніңді өшір. Саған баласы аз болып, әкесіне көз салдың ба дегенде өз құлағыма өзім сенбедім. Енем қалай осындай сөзді айтып тұр? Апатай, ол не дегеніңіз деп айғайлап жылап жібердім. Енемнің балағат сөздерінің бірін естісем, бірі есімде жоқ. Жылаған күйде өз бөлмеме кіріп төсекке құладым. Жұмыстан келген Марат ештеңені түсінбей дал. Ол бұған дейін енемнің қылығын, келін баласын қызғанатын аналардың әрекеті ғой деп аса мән бермейтін. Бұл өтпелі кезең, кішкене шыда, бәрі қалыпқа келеді деп мені үнемі жұбатып қолдап жүретін. Мен де Марат үшін енемнің қылығына кешіріммен қарауға тырысатынмын. Ұрыста кешіріңіз, енді олай болмайды. Одан әрі сөзге бармай, үндемей құтылатынмын. Ал енемнің менен атамды қызғанатынын солай етіп жүргенін білгенде, не айтарымды да, не істерімді де білмедім. Маратқа мұны қалай айтарымды да білмеймін. Тек жылай бердім. Марат не болғанын анасынан да сұрап жатқан. Бірақ ол кісінің не дегенін естіген жоқ. Ертеңінде жұмысқа өзім бардым. Атама кештеу барам деп өтірік айта салдым. Жұмысқа барғанымда түрімнен түнімен жылағаным көрініп тұр. Қасима апай, әлі-ақ бәрі жақсы болып кетеді деп жұбатқаны сол еді. Өзімді ұстай алмай, көз жасыма ерік бердім. Зорға дегенде басылдым. Ол кісі, сен жата бер, сенің жұмысыңды өзім істей салам деп есікті сыртынан жауып кетті. Ұйықтап кетіппін. Қасима апай келгенде ояндым. Біршама тынығып қалыппын. Біраз отырып әңгімелескен соң Қасима апай ондай өсекті енемнің таратып жүргенін айтты. Шынымды айтсам, апайдың сөзінен сенерімді де сенбесімді білмедім. Сондай қалай болғаны? Енем менен атамды қызғанып жүрме? Қалай олай ойлауға болады? Ең болмағанда баласының абыройын ойламағаны ма? Онан да бізді бір-бірімізге қарсы қойып, ұрыстырып, ажыратып жібермей ме? Бүкіл отбасымызбен дұшпанға күлкі болдық қой. Енді атам, Марат, мен елдің бетіне қалай қараймыз? Өзіше осындай ойлауға жауап таппай кеш қылдым. Кешке үйге келгенімде Марат осындай әңгімені естігенін айтып, менен барлық шындықты айтуды сұрады. Мен ол өсек екенін және ондай өсектің енемнің тарқатқанын айттым. Оның менің сөзіме сенген-сенбегенін білмеймін. Үндемей бөлмеден шығып кетті. Анасы мен екеуінің дауыстары қатты-қатты шығып жатты. Бір кезде Марат тысқа шығып кетті. Сол кеште тамаққа да келмеді. Таң алдында үйге мас болып оралды.
Маратты мұндай күйде бірінші рет көруім. Сол күннен бастап Марат анасымен мүлде сөйлеспейтін болып алды. 2 күннің бірінде үйге мас болып келеді. Әкесінің де сөзіне құлақ аспады. Бұл жағдайдың бәрін ол кісіге ауыр тиді. Сөйтіп жүргенде атам жол көлік апатына түсіп қайтыс болды. Бірақ үйдегі берекетсіздік онымен бітпеді. Әкесінің жетісі өте сала Марат ішуін жалғастырды. Ал енем Мараттың ішімдікке салғанына сен кінәлісің деп мені жазғырумен болды. Сен біздің отбасымызға келгенге дейін жеңіл жүрісті болғансың. Әйтпесе неге осы уақытқа дейін бала көтермейсің? Біздің үйге жұта келдің деп жазықсыз жазғырды. Маратқа бәрібір секілдеді. Ол анасымен де, менімен де сөйлесуді қойған. Бар білгені ішу. Ақыры шыдамым таусылды. Бір күні Маратқа ажырасамыз кетемін дедім. Ол кетсең кете бер дегеннен артық сөз айтпады. Сөйтіп, ел қызға қарайтын отбасымыз 2 жылға жетпей быт-шыт болды. Анама бар болған жағдайды айттым. Әкем алғашына менің қайтып келгенімді ұнатпай жүрді. Кейін анам мән жайды айтты ма, әйтеуір қаһарынан қайтты. Бүгінде отбасым, бала-шағам, өзімді сыйлайтын жан-жарым бар. Мен оған ешқашан қиянат жасаған емеспін, жасамаймын да. Оның да маған деген көңіліне ризамын. Бірақ Марат еш есімнен шықпайды. Кейінгі өмірі не болды екен деп жиі ойлаймын. Өйткені мен Маратты шын сүйдім. Ол оған лайықты жан. Әттең, енемнің ақылға қонымсыз сол бір тірлігі болмағанда.